Баршаңызға сәлем достар. Бүгін мен бір жұмыртқадан ерекше дәмді үлпілдек болып шығатын пирогты жасаймын. Міндетті түрде видеоны соңына дейін қараймыз. Әуелі бізге бір жұмыртқа керек болады. Бұл пирогтың ең басты ерекшелігі миксерді қажет етпейді. Яғни қарапайым венчиктің көмегімен жұмыртқа мен қантты жақсылап араластырып аламыз. Барлық ингредиенттері видеоның астында жазулы тұр, содан өтіп қарасаңыз болады. Жұмыртқалы массамыз жақсылап езіліп болғаннан кейін енді иісі жоқ сұйық майымызды қосамыз. Сұйық майдың міндетті түрде иісі болмау керек, өйткені иісі болса, ол біздің қазір піскен кезде пирогымыздың дәмін өзгертіп жіберетін болады. Одан кейін сүтті қосамыз. Сүттің кез келген пайызын қосуға болады, және де тоңазытқыштан бірден алып қоссаңыз болады. Яғни температурасы маңызды емес. Сүтіміздің барлығын араластырып болған соң бізге бір лимон қажет болады. Лимонды жақсылап ұсақ үкіштен өткіземіз, бірақ та қыздар лимонның тек қана сары бөлігін ғана өткіземіз. Өйткені ақ бөлігін кетіп қалса, біздің қазір пирогымызға ол қышқылтым дәм беретін болады. Тек қана сары бөлігін алғанша үкіштің осылай барлығын жақсылап өткізетін боламыз. Келесі кезекте бізге лимон шырыны қажет болады. Оны видеодағыдай бірінші осылай лимонды уқалап аламыз. Одан кейін теңдей екі бөлікке бөлеміз. Екі бөлікке бөлгеннен кейін сәл ғана қанша шырыны шығады, сол ғана бөлігін қосамыз. Барлығын, яғни бір лимонның барлық шырынын қоспай, шыққанша ғана қосатын боламыз. Барлығын жақсылап араластырамыз. Келесі кезекте біздің құрғақ ингредиенттерін қосамыз. Яғни қопсытқышты және де ұнды. Ұнды міндетті түрде електен өткіземіз. Сол кезде біздің пирогымыз жұп-жұмсақ және де үлпілдек болып шығады. Барлығын жақсылап араластырып болған соң енді ванилин немесе ванилин қантын қосып, жақсылап тағы да араластырамыз. Пешімізді қыздырып бастаймыз. Бізде осындай әдемі масса шығады. Диаметрі 20 см болатын формаға әдемілеп енді барлық массамызды құйып, шамамен бір қыздырылып тұрған пеште 25-30 минут беті қызарғанша жақсылап пісіріп аламыз. Формаға салғаннан кейін осылай жақсылап үйкелеп аламыз. Сол кезде бір текті болып шығатын болады. Пирогымыз 30 минутта дайын болды. Табасынан енді шығарамыз. Осындай тексерген кезде жабыспауы қажет. Бетіне дәм беру үшін, әдемілік үшін қант ұнтағын, яғни сахарны пудраны қосатын боламыз. Нағараңыздар кесілген кезде оңай кесіледі және де жұп-жұмсақ болады. Міндетті түрде достар жасап көріңіздер, еш өкінбейтін боласыздар. Рецепт ұнап жатса лайк басып, менің каналыма тіркелуді ұмытпаймыз. Сіздермен бірге болған Гаухар ас болсын.